Саламатсыздар ма балалар? Математика пәні 50-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сандарды рим цифрларымен жазу. Бүгінгі сабақта 12-ге дейінгі сандарды рим цифрларымен жазуды және оларды оқуды үйренеміз. Қараймыз балалар. Бір таңбалы натурал сандарды кему ретімен жаз. Ал балалар, бір таңбалы натурал сандарды кему ретімен жазайықшы, кеттік. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тамаша. Енді ондықтарды өз суретімен жазыңдар. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100 жазбаймыз, 100, жүздікке жатып кетеді. Тамаша. Жүздіктерді кему ретімен жазайық. Ал, бастаймыз. 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100. 5 және 7 цифрларын пайдаланып екі таңбалы сандар жазайық. 57 және 75. Енді қараймыз. Рим цифрлары сандарды белгілеу үшін латын әліпбиіндегі 7 әріптің көмегімен жазылатын таңбалар жүйесі. Кез келген натурал сан осы цифрларды қайталау арқылы жазылады. Бір цифры, рим цифры, 5 рим цифры, 10, 50, 100, 500, 1000. Ережеге қараймыз. Егер мәні үлкен цифр, мәні кіші цифрдің алдында тұрса, онда олардың мәндері қосылады. Мысалы, 2 саны 2-ні білдіреді, өйткені 1 қосу 1 тең 2. 3 саны дәл солай 3-ті білдіреді, өйткені 1 қосылған 1 3-ке тең. Ал 11 саны 11-ді білдіреді, өйткені 10 қосылған 1 тең 11. Егер мәні кіші цифр, мәні үлкен цифрдің алдында тұрса, онда үлкен цифрдің мәнінен кішінің мәні азайтылады. Ол қалай? Мысалға, 4 саны 4-ті білдіреді, өйткені 5-тен 1-ді азайтқанда 4 болады. 9 саны 9-ды білдіреді, өйткені 10-нан 1-ді азайтқанда 9 болады екен балалар. Екінші тапсырмаға қараймыз, екінші есепке қараймыз. Екі сандарды рим цифрымен жаз дейді. Сандарды рим цифрымен жаз дейді. Бізге берген сандар 3, 7, 9, 11. Рим цифрінде 3 саны, 7 саны, 9 сан және 11 сан. Тамаша. Үшінші есепте апта күндерінің реттік нөмірі кестесін толтыр дейді. Бізде бір аптада 7 күн бар балалар. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Бұл кәдімгі өзіміздің күнделікті араб цифры. Күнделікті өзіміз есеп шығарып жүрген сандарымыз. Бұларды білеміз, цифрларды. Мұнда рим цифр белгілі. 1, 2, жаттаймыз балар. 3, 4, 5, 6, 7. Бұлардың барлығы рим цифры. Енді 4 өрнектің мәнін тауып, оларды рим цифрымен жазды. Енді қараңдар. 1-ге 4-тің қосындысы 5-ке тең. 11-ден 4-тің айырмасы 7-ге тең. 9-ға 3-тің қосындысы 12-ге тең. 12-ден 7-нің айырмасы 4-ке тең. 4-ке 8-дің қосындысы 12-ке тең. 11-ден 9-дің айырмасы 2-ке тең. 5-ке 5-дің қосындысы 10-ға тең. 12-ден 8-дің айырмасы 4-ке тең. Әнке рим цифрлармен есеп шығардық. Енді теңдеулерге қараймыз. Теңдеулерді шеш. X қосылған 33 тең 87. Белгісіз санды тауып алу үшін біз не істейміз? Үлкен саннан кіші санды азайтамыз. X тең 87 азайтылған 33. X тең 54. Яғни белгісіз санды тап. Енді орнына қойып, мәндерін тексеріп көрейік. 54-ке 33-тің қосындысы 87, 87 тең 87. S азайтылған 24 тең 37. Белгісіз сан S деп берілген екен. Белгісіз санды табу үшін біз 37-ге 24-ті қосамыз. Себебі теңдіктен кейін 37-ге азайту 24, қосу 24 болып келеді. Теңдіктен кейін келіп тұр ғой. Оң жақтағы келіп тұр. Ендеше қосындысы 61-ге тең болады. Енді белгісіз сан
орнына қойып көреміз. 61-ден 24-тің айырмасы 37-ге тең, яғни 37 тең 37. Рим цифрымен жаз. Бір таңбалы натурал сандарды осы суретмен жаз дейді. Мінекей балар. Бір таңбалы натурал сандар 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Бұл біздегі Рим цифріндегі бір таңбалы натурал сандар. Ал енді 12-ге дейінгі екі таңбалы натурал сандар кем ретімен жаз дейді. Енді 12-дің өзі үш ақ сап. 10, 11, 12. Ал енді бізге оны кем ретімен жаз десе, онда біз 12-ден бастаймыз. 12, 11, 10. Енді теңдік тура болатындай етіп бір таяқшаны ауыстырып қой дейді. Қараймыз. Бізде 3 азайтылған 2 дейді. Тең 4 дейді. Дұрыс па? Теңдік дұрыс па? Дұрыс емес. Ендеше бір таяқшаны ауыстырамыз. Біз 5-тің алдындағы 1-ді қосу қыламыз, азайтуды қосуға айналдырамыз. Ендеше 3-ке 2-нің қосындысы 5-ке тең. Теңдік енді дұрыс. 6-дан 4-тің айырмасы 9-ға тең дейді. Біз не істейміз? 9-дың алдындағы таяқшаны алып азайтуды қосуға айналдырамыз. Сонда бізде 6-ға 4-тің қосындысы 10-ға тең. Теңдігіміз тура шықты. Тамаша. Ал енді соңғы есеп қараймыз. Жанар жыл сайын туған күніне сыйлыққа ойыншық алады. Бірінші жылы бір ойыншық, екінші жылы 2 ойыншық алды. Егер әр жыл сайын алдыңғы жылға қарағанда бір ойыншық артық алып отырса, 6 жасқа толғанда неше ойыншық алады? Жанар 6 жылда барлығы неше ойыншық алады? Ал енді қараймыз. Балар, қосайықшы кәнекей. Әр жыл сайын бір ойыншық артық алып тұрса, онда біз 1-ге 2-ні, 3-ті, 4-ті, 5-ті, 6-ті қосамыз. Яғни қосындысы 6 жылға дейінгі ойыншықтар 21 шықты. Енді балар қараймыз. Жанар 6 жылда барлығы 21 ойыншық алды. Біз қолданып жүрген цифрлар араб цифрлары болғанмен, олар Үндістанда пайда болған екен. Ал балар, осымен сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.